Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Диар, және жақында мен Гонконгтың 4 университетінен шақырту алдым. Олар PolyU, CTU, HKBU және HKU. Қазір мен сіздердің Инстаграмда қойған сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Университеттерді таңдаған кезде сіз бірнеше критерияларға қарауыңыз керек. Ең біріншіден сіз бұл университетте сіздің қалаған мамандығыңыз бар ма, соған қарау керек. Екіншіден ол сол қаладағы немесе университеттегі орта. Үшіншіден сізге грант керек болса, сол университет грант береді ме, соған қарау. Гонконгтың көп универлері қабылдауды қыркүйектен бастайды. Бірақ сізге нақты ақпарат керек болса, сіздерге осы универлердің сайтына кіруіңіз дұрыс болады. Гонконгтың универлері мектептегі соңғы 3 жылдағы бағаларға қарайды. Сол себепті сіз қазірден бастап өз бағаларыңызға назар аударғаныңыз дұрыс. Негізі мен университеттегі осы офферларым ол conditional offer, яғни ол условиямен маған CTU-ге түсу үшін 25 балл жинау керек, ал HKU менен 112 балл сұрайды. Мен айлсағы нәтижем ол 7.0, ал SAT-ден 1340. Біріншіден, Гонконгтың универлері әлемдегі ең үздік универлерінің қатарына кіреді. Екіншіден, ол Гонконгтың студенттеріне беретін мүмкіндіктері, ал үшіншіден, сол жақта менің ағам тұрады. Алдыңғы жылы мен мектептің өзін-өзі басқару ұйымының президенті болдым. 9-10 сыныптарда мен Cooking Club және Eco Club'ның президенті болдым. Ал мектептен тыс мен үнемі дебаттарға қатысып жүрдім, және волонтерліктен менде 2-3 жетістіктерім бар. Менің ең алғаш және жалғыз мақсатым ол Гонконгқа түсу болды. Сол себепті мен Гонконгтың 5 университетіне тапсырдым, және сол Гонконгтың 4 университетінен оффер алдым. Гонконг университеттері жан-жақты адамдарды жақсы көреді. Сол себепті сіз мектептегі іс-шаралармен қатар мектептен тыс іс-шараларға қатысуыңыз дұрыс болады. Мен өзім AP курстарын тапсырып көрмедім, бірақ Гонконг университеттері AP-мен қатар ENT нәтижелерінде қабылдайды. Мен сол жолмен кеттім, бірақ сіз егер AP-мен тапсырғыңыз келсе, сізге AP-нің 2-3 экзаменнің нәтижелері керек болады. Мен 9 сыныптан бастап түрлі іс-шараларға қатысып бастадым, бірақ именно Гонконгқа түсем деп мен 10 сыныпта шештім. Негізі мен осы жетістіктерге жету жолым лицейге түсуден басталды. Өйткені лицей менің потенциалымды аша білді. Барыңызға рахмет. Осы видео сізге пайдаға келді деген ойдамын. Сіздерге де болашақта мен сәттілік тілеймін, және қалған университеттеріңізге түсуге тілектеспін.